stability to the nest, strengthening biodiversity. Сәлем, менің атым Жансая, және бүгінгі видео бізде жаңа влог, егер сіздерге қызық болса бастайық. Бүгін бізде дүйсенбі сағат 3 болайын деп қалды. Мен универге баруым керек. Бүгін менде тек 6-ға дейін пара, содан кейін үйге келемін. И все. Осы екінші семестрде бізде расписание өзгерді. Сөйтіп мен вторник, среда, пятница бармын, қалған күндері барамын. Среда полностью негізі демалыс маған, ал вторник пен пятница бізде онлайн сабақтар, сол үшін бармаймын. Вот, так что рубашка, кофта и кожаный шалбар, және осындай тағып алдым. Жүзік сырға осындай, жүзік осындай и осындай. И бітті. Вот, уже көп болған еді влогта, видеода түсірмегеніме. Өйткені менде ешқандай идея да болмады, және адамдар көрмей кетті. Содан кейін кішкене мотивацияны жоғалтып алған жайтым бар, но енді барлығы нормально болады деген үміттемін. Сол үшін де қызық қылуға тырысатын боламын. Кеттік. Итак, аутфит кішкене көп заттар, но вот осылай. Hala Madrid. A streaming department with the leader. Наконец-то я келдім. Дала өте суық екен. 정치인에서 믿는 사람이면 그 주상전 앞에서도
Қазір бізде мен шығуым керек. Универге сағат 1:30 емес, 1:50. 2:00 бір нәрседе менде сабақ, так что. В русском языке нет понятия продукты, покупать продукты. Именно понятия продукта нету. Есть слово когда задача принятия языка, когда ты спокойно работаешь одна рядом, либо рядом, это уже язык. Это пока еще не язык. Поэтому je m'habille, je me coiffe et je me maquille pour aller à l'université. Вот. Даже здесь рисунка нет, то вы сами можете. Это же свободная речь. Ну, уже речь. Так, давайте, вы завершите еще здесь предложение. Ага, вот это чтобы, да? Когда языковые такие, да? Вот faire les courses мы прям вычеркиваем занятия. Поэтому, возвращаясь домой, я закупаю. Rich soil. The rainforest is a huge system filled with many smaller systems like this, each packed with interconnected species. Every link provides stability to the next, strengthening biodiversity. Параға кешігіп емес, ровно келдім. 12:30 тұрсам да. Вот. Үй жұмысынан 90 алдым, ал сыныпта істегенге 100 алдым. Тоқтап қойсаңыздар болады, 100 алдым. Ладно. Так шашым нормально ма? Бүгін бізде суббота болды. Веб-дизайн алдыңғы семестрде ол графический дизайн болса, осы семестрде бізде веб-дизайнға ауыстырыпты. Ал Ошибочно положили и потом сказали, это подарок. Не деп ойласаңыздар. Адоре дейтін магазиннен распаковка. Бізде бұл жерде көптеген уходовый заттар бар. Біріншісі бізде тонер. Тонер осындай аты Calm Hyaluronic Double Shot Toner. Да. Так. Тоже корейский барлығы, бұл жерде Made in Korea. Тонер тоже Daily Herofin деп айтылған. Осындай. Дестра или Астрия. Бұның барлығы сухой кожаға арналған. Сол үшін түнде және азанда макияждан алдын қолданатын кремдер. Осындай SPF новый. Короче, анпакингті мен вообще түсірамайым. Елу плюс дегенде 50 жас плюс емес, 50 нені. Ну, 25 бір нәрсе бар ғой, соған 50 бар.
тоже макияждын жақсы болады. Мындай магазин алдық, және бізге олар артық крем салып жерді. Мен сестрам екеуміз білмедік не істерімізді, бірақ Құдай салып жерді деп ойладық, но 20 000 теңгелік крем болғандықтан біз оны ойладық. Айтпасақ, бізде ол 40 000 теңге болып шығатынын білдік. 2 есе болып шығатынын, сол үшін де жазып көрдік. Сөйтіп олар бізге комплимент деді, бағана естігендеріңіздей. О май гад! Адоре вообще супер. Короче, бұл бізде Bright Skin Matsu Marine Facial Cream. Короче, бетке арналған крем. Ой, күшті екен. Вот. Матсу. Масы ChatGPT-ға ұқсайды. Дальше бізге 14 февраль келіп жатқан соң, бүгін бізде 8 февраль. Бірінші құттықтаған адам осы магазин болды. Енді осындай зал беріпті, ашып көрейік. Осылай бар. Вообще. Так, давайте. Уверенность, смелость и труд в ключи к вашему процветанию. Уверенность, чок, смелость, чок и труд. Ключ. Ладно. Короче, бұл обзор бітті, және влог та бітті. Сіздерге оны тек ойдамын. Егер де ұнаса лайк басып кетіңіздер, каналға түсіп келуді ұмытпаңыздар, және келесі видеоларымда кездескенше идеяларыңыз бар болса жазып кетіңіздер. Пока.